Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұқаралық ақпарат құралдары. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары, мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау, сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану. Бағалау критерийлері: мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтайды, сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажыратады, сабақтас құрмалас сөйлемдерді түрлендіріп қолданады. Құрметті білім алушылар, мына алдарыңдағы бұқаралық ақпарат құралдары бейнеленген суреттер бойынша топқа бөлінеміз. Кәне алынған суреттер бойынша үш топқа бөлініп, орындарымызға жайғасамыз. Ендеше балалар, жайласып отырып алсақ, әрі қарай тыңда, ойлан, талда әдісі бойынша бұқаралық ақпарат тақырыбындағы мына видеороликті жақсылап көріп, тыңдап, тамашалап, мәтіннің мақсаты мен негізгі ойды анықтап, постер жасаймыз. Постер жасау барысында мен сіздерге ескертіп өтейін, бұқаралық ақпарат құралдарының адам өмірінде атқаратын рөлі қандай? Балаларға арналған жеке бағдарлама болу керек пе? Отбасың қандай мерзімдік басылымға жатады? Өзің тұрған өңірде қандай жергілікті газет басылып шығады? Оқып тұрасың ба? Мысалы үшін Оңтүстік Қазақстан, Ордабасы оттары, тағы басқа сол сияқты газеттер жайында. Газет бетінде сүйікті айдарың бар ма? Әр газеттің бетінде оқырманның сүйіп оқитын сүйікті айдары болады, балалар. Міне осындай сұрақтарды талқылай отырып, бәріміз ұйымдасқан түрде постер қорғаймыз. Біз жаңа үш топқа бөліндік. Ол бірінші тобымыз теледидар тобы болды, екінші тобымыз баспасөз тобы болды, үшінші тобымыз радио тобы болды. Осы топтағы оқушылар әрі қарай жұмысымызды жалғастырып, кәне постер бойынша әркім өз жасаған жұмыстарын ортаға салады. Ортаға салады балалар, кәнекей. Жарайсыңдар. Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлеріне мәтіннен мысалдар келтіреміз. Ол мысалдарда әркім өз ойын еркін айтасыңдар, балалар. Қимылсын бағыныңқы сабақтас құрмалас, мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас, қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас, себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас, мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас, шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас. Міне осыларға балалар бірнеше сөйлемдер құраймыз. Теледидар өнерге, мәдениетке, халыққа қызмет еткенмен, оның да адам үшін зияны бар. Радионың үнін тым қатты қойған кезде адамның есту мүшелеріне әсер етеді. Міне бұл мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмаласқа құралған сөйлем. Жарайсыңдар, балалар. Даналық ойдан дән ізде әдісі арқылы мына берілген суреттерді пайдалана отырып, балалар, мақал мәтелдер құрастырамыз. Осы үш топ бойынша әрі қарай жұмысымызды жалғастыра береміз, балалар. Қымбатты білім алушылар, ықшамдалған ой әдісі бойынша мәтіннен жай сөйлемдерді сабақтас құрмалас сөйлемдерге айналдырамыз. Тапсырманы ұйымдасқан түрде орындаймыз, белсенділік танытамыз. Оң теріс әдісі бойынша, балалар, оқушылар қағаздан жасалған қалта телефондарынан SMS хабарлама жазу тапсырылады. Хабарламада ұсынылған ақпарат құралдарының оң және теріс жақтарын айтып өтеді. Жарайсыңдар. Балалар қазір SMS хабарламасын жазуға өте шебер. Осы мүмкіндікті пайдаланып, хабарламада ұсынылған ақпараттың оң және теріс жақтарын өздері айтып өтеді.
Құрметті оқушы, үшінші тапсырма бойынша өз үйіңді тап ойыны арқылы сабақтас құрмалас сөйлемдердің түрлерін өз орныменен орналастырамыз. Яғни әр сөйлемдер өз үйін тауып, өз үйіне орналасады. Жауын жауса, үйде отырады. Әрине, бұл шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем. Әр қарай мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемге, себеп бағыныңқы құрмалас сөйлемге, қимылсын бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемге және қарсы бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемге, мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемге түрлі мысалдар құрастырамыз. Аттың дүбірі естілмесін деп, біз ауылдың шетіне қарай бұрылдық. Үшінші сөйлем. Оспан маған айтпастан үйден шығып кетті. Екеуі кешке үйден шыққанда, қонақтар әлі тарқамаған екен. Күн жылы болғандықтан біз серуенге шықтық. Мен қанша тесіле қарасам да, Маржан маған назар аудармады. Міне бұл мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем. Рахмет, құрметті білім алушылар. Міне бағалау критерийлеріне сәйкес балалар, бұл жерден сіздер сабақтас құрмаластың мағыналық түрлерін ажыраттыңыздар және сабақтас құрмалас сөйлемдердің түрлерін өз орныменен қатесіз орналастыра білдіңіздер. Рахмет. Құрметті оқушы, әрі қарай 5 саусақ әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Кері байланысты әдеттегі жасап жүрген сабақтарымызға сәйкес, бүгінгі сабақта ең құнды мәселе қандай болды? Мен бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым? Бүгінгі сабақта не қиындық келтірді бізге? Яғни бүгінгі сабақ ақпараттың қоғамдағы рөлі мен рөлін анықтадық ба? Қалай ойлайсыңдар? Сабақта ұнаған тұстары қай жері болды? Біз осы алған білімді өмірде қолдана аламыз ба? Деген сияқты сұрақтар бойынша балалар, өз ойларыңды, пікірлеріңді ортаға салуға шақырамын. Құрметті оқушы, бүгінгі сабаққа сіздерді белсенді қатысты деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.